Мәжіліс депутаты Ринат Заитовтың Думан Мұхаммедкәрімге 8 ай бұрын берген сұхбаты енді ғана дау шығарып жатыр. Заитов сұхбатында Ыбырай Алтынсаринді шоқынған деп айыптайтындай көрінеді. Бірақ бұл контекстсіз берілген фейк. Біз үзіндіге мән бермей, сұхбаттың толық нұсқасындағы айтылған сөзін тексеріп көруді жөн санадық. Сұхбатта бір құдайға шоқынып, кел балалар оқылық деп жазылған дейді. Яғни қазақтың аса көрнекті ағартушысы бір құдайға сыйынып емес, бір құдайға шоқынып деп жазған дейді. Одан кейін Ыбырай Алтынсарин орыс үкіметін алдау үшін ряса деген киім киген деп мәлімдейді. Біз осы екі мәліметті ғана тексеріп көргіміз келіп отыр. Ыбырай Алтынсарин шоқынған деген әңгіме қайдан шыққанын ғалым Әнуар Дербісалин ұлы ағартушы атты еңбегінде анықтап жазған. Алдымен еске түсіріп алуымыз керек, Ыбырай Алтынсарин әкесінен ерте айырылған, атасы Балғожа бидің тәрбиесінде өскен. Дербісалиннің еңбегінде шоқыну мәселесі туралы былай жазылады. Ыбырайды мектепке жаздырған кезде қазақ баласы орыс арасына барып, орысша оқиды деген қазақ қауымы үшін құлағы естіп, көз көрмеген сұмдықтай жаңалық болатын. Балғожаның Ыбырайды Орынбор шекара комиссиясы жанынан ашылмақ мектепке алдын ала жаздырып қоюын Балғожа төңірегіндегі көп жұртта осылайша шошына, сескене қабылдайды. Орыстың дініне шоқыну деп түсінеді. Әсіресе Балғожаның ағасы Қалғожа бұл қадамды мүлде теріс деп танып, Балғожамен қатты ренжіседі. Демек, Ыбырай Алтынсарин бала кезінен ақ шоқынған деген ауыр айыптауды естіген екен. Алайда ғалымның жоғарыда келтірген әңгімесінен орыс сыныбына беруі сол заманда шоқыну деп қате түсінілгенін аңғарамыз. Біз тағы бір еңбекке кезек берейік. Бұл жолы Мұхтар Әуезов Ыбырай шоқынды деген әңгімеге Ыбырай Алтынсарыұлы деп аталатын мақаласында былай сипаттама береді. Әуезов осы мақаласында мұндай өсек аяң қайдан шыққанына да тоқталады. Ол заманда орысша оқып, қанжығаласып ел билеусіне қатынасқандар төре тұқымдарынан болған. Бұлардың ішінде де бақ күндестік туды делінген мақалада. Әуезов мұндай өсек аяң шеттен келген надан молдаларға қарсы болуынан да шыққан болуы мүмкін деген себебін айтады. Осылайша Ыбырай тану ілімінде оның шоқынғаны туралы қауесет деңгейінен араспағанын аңғарып отырмыз. Енді депутат Заитовтың бір құдайға шоқынып, кел балалар оқылық дегенді бір Аллаға сыйынып, кел балалар оқылық деп өзгерткен және өлең ұйқасын бұзды деген тұжырымына тоқталайық. Тарихи еңбектердің біреуінде бұл өлеңнің бір құдайға шоқынып деп келетін еңбегін таппадық. Ағартушының қолжазбасы да бар. Онда да бір Аллаға сыйынып деген тармақтан басталады. Астана қаласындағы қолжазбалар мен сирек кітаптар ұлттық орталығында Алтынсариннің осы өлеңін жазған қолжазбасы сақтаулы тұр. Енді Ринат Заитовтың Ыбырай Алтынсарин ряса деген діни киімді киген деген сөзіне мән берейік. Филология ғылымдарының докторы, Қостанай университетінің профессоры Алмасбек Әбсадық Алтынсарин бедерленген бір суреттің сыры атты мақаласында Алтынсариннің бүгінге дейін 2 сурет ғана жеткенін жазады. Бұл фотосуретке Алтынсаринді қоса есептегенде 23 адам қамтылған. Олардың 17-сі мектеп оқушылары және шәкірттер. Алтынсаринмен хат алмасып, жақын досы болған Ильминский осы суретке былай деп сипаттама береді. Алтынсарин в форменном вице-мундире. Байқасақ, Ильминскийдің өзі Алтынсаринді форменный вице-мундир киген деп сипаттайды. Вице-мундир шенеуніктер киетін формалық фрак. Бірақ Заитов айтқандай діни киім емес. Салыстырып көрсек, ряса рухани атағы бар адамдар мен монахтардың сырт киімі. Екі суреттегі киімді Ыбырай Алтынсариннің киімімен салыстырып көрсек те, оның ряса емес, вице-мундирге ұқсас екенін байқаймыз. Ал енді тарихтан бері қалған Алтынсариннің екінші суретіне тоқталсақ, бұл ұлы ұстаз жары Айғаныс және балалармен бірге түскен отбасылық фотосуреті. Бұл фотоқұжаттың түпнұсқасы Алматы қаласындағы мемлекеттік орталық музей қорында сақтаулы тұр. Бұл суреттен де Алтынсарин ряса емес, қысқа вице-мундирге ұқсайтын киіммен отырған көрінеді. Біз тапқан деректер бойынша Ыбырай Алтынсарин шоқынғаны немесе басқа дінді ұстанғаны туралы дәлел жоқ. Тіпті десеңіз, Құран мен хадистің ұстанымдарына сүйене отырып, мұсылманшылықты дәріптеген ғалым ислам дінін жастардың жете түсінуі үшін мұсылманшылықтың тұтқасы деген кітабын жазған. Шоқынды деген әңгімеге кезінде Ыбырай Алтынсарин өзі де өлең арнап күйінішін жеткізгенін байқаймыз. Алас ағайынның алаңдатты, көре алмай көп ішінен жамандатты, шоқынды крест тақты, кәпір болды деп келгенін аузына айтып бақты. Қорыта келгенде, Ринат Заитовтың Ыбырай Алтынсарин ряса киген және өлеңін бір құдайға шоқынып деп жазған дегенге дәлел жоқ. Яғни екі мәлімдемесінде біз фейк деп батыл түрде айта аламыз.